бейне түсірілімге сәйкес сіз қорғаушының да тергеушінің де сұрақтарын қазақ тілде қойған. Сіз түсініп анық жауап беріп отырсыз өзіңіз. Ал қазір сотқа келіп айтасыз, мен қазақша түсінген жоқпын деп. По каждым кабинетам нас таскали. То один забирал, допрос сделал, то второй забирал, допрос сделал. На тот момент, я честно говорю, я не помню. Нұрбекова, сонда сіздің айтуыңыз бойынша, шок жағдайда болса, болмаса полиция бөлімшесінде отырған адам өзінің сөйлеп жүрген тілін ұмытып қалады ма? Алдыңғы сот отырысында мен сізге сұрақ қойған болатын, сізге жедел жәрдем шақыруға не кедергі келдірді, телефоныңыз қайда болды деп. Дұрыс па? Бірақ сіздің айтуыңызша сол оқиға орнынан кейін сіздер, яғни шоковый жағдайда болдым дедіңіздер, бірақ одан кейін сіздер басқа жаққа кеттіңіздер ғой, 777 дүкеніне бардыңыздар, иә? Сіздің айтуыңызша сол оқиға орнынан кейін сіздер жаңағы Абзал, Шыңғыс, Нұрқияс, бұл сіздің сөзіңізден, автокөлікке отырып тауға қарай бардыңыздар. Жолда жаңағы мен айтқан дүкенге кірдіңіздер. Дүкенге кірген кезде сізде сол кезде де мүмкіншілік болмады ма хабарласуға? На тот момент я боялась. Думала то, что как мы если спустимся вниз, как до Талгара доедем, тогда вот сразу же пойдем в полицию. 102 арнасымен жедел жәрдемге хабарласуға қорқыпсыз. Сонда қолдарында суық қарулар бар. Ер азаматтармен түннің бір уақытында жүруге қорқпадыңыз ба сіз? Келесі сұрағыңыз. 4 баланың анасысыз ғой өзіңіз негізі, иә? 4 баланың анасы жаңа өзіңіздің бейне түсірімде де сіз айттыңыз. Иә? Сол сәтте жерде жатқан баланы көргенде анасы деген шырылдап, жан айқайын айтып жатыр, балаларымды өлтірмеш, баламды көмектеш деп. Сол кезде сіздің ішіңізде бір аяушылық сезім пайда болмады ма? Сонда аналық я на тот момент не видела. Мемлекеттік айыптаушы. Я и так-то Бұл застыла сұрақтарды там. мемлекеттік айыптаушы. Я и так-то застыла. Я никогда в жизни такого не видела. Для меня это было шок. Бұқаралық ақпараттық құралдарда тараған видеоларда сіз ешқандай да шоктық жағдайда болмағансыз. Оны да мен сізге жариялауға